Қазақша жақсы сөйлейді екенсіз. Любой турок умеет на казахском говорить. Третий интернационал дегенде сондай емес па? Все нации по-корейски понимаем тоже. Қазақша сұрақ қойса қазақша жауап береміз, түрікше сұрақ қойса түрікше жауап береміз. Әке шешелеріміз корейцы, Стамбулды, Анталияны көрдік, Бурсаны көрдік. Апамыз мықты, ауылда магазинде тұрыпты. Андай сериалдарда бүйтіп отырады ғой, әдемілеп. Тура сондайға жетіп тұрмын. Қалың деген бізде алынбайды, бізде ондай қалың мал жоқ. Қазақты басқа мемлекетке айырбастағыңыз келе ма, келмей ма? Келмейді. Қазақстанды. Келмейді. Ұлтымыз мысалы басқа ұлт болсақ та Қазақстанда өмірге келгендіктен мен мысалы Қазақстанды ауыстырмас едім, басқа маған айтса барып сол жерде тұр десе. Маған ертең. Кімне ертең? Біреу бірдеңе дей ма не? Иә, солайда. Неге біз ашық аспан астында өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Тәуелсіз мемлекетпіз. Дамын көру керек қой. Мынау Чечилге ұқсайтын сияқты. Чечил. Бұған енді қазір квас керек болды ғой десе. Өлген адамдар вагоннан лақтырып кеткен дейді. Вагоннан жерге лақтырып отыр. Ол кісілер әлі жылқының етін жемейсіздер. жылқының етін жемейді. Үш тілде сөйлей береміз. Қай тілде сұрақ бізге қойса, сол тілде біз жауап береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз қазір Қармақшы ауданына қарасты Третий интернационал ауылына келдік. Бұл келген себебіміз, бұл көп этносты, көп ұлтты ауыл болса да, бұл жерде таза қазақша сөйлейтін халық бар. Өте қазақ тілдерін жақсы сақтаған, өзінің тілдерін де жақсы сақтаған. Әрі қарай қазір ауылға кіріп көреміз енді. Каналыма тіркеліп, өз ойыңызды қалдыра кетіңіз. Қазір ауылдың ішін шаралап жүрміз, орталығын. Өзге этносты халық бар ма деп болса егер, бірден көшеден тоқтап, сөйлесіп, сұрақтарымды қойып, не тіршілікпен айналысады, не істейді, қазір соны іздеп жүрміз. Сіздің ұлтыңыз қандай? Қалай? Сіздің қандай этностысыз? Ойбай, этнос деген не ол? Ұлтыңыз қандай? Ұлтыз турчанка. Қазақша жақсы сөйлейді екенсіз. Әрине сөйлейміз. Любой казах у нас на русском умеет, на турецком говорит. И любой турок умеет на казахском говорить. Третий интернационал дегенде сондай емес па? Все нации по-корейски понимаем тоже. Әке шешелеріміз корейцы, судай білетін еді. Сіз ауыр көтермеңіз, ауыр көтермеңіз. Иә да, сол болмайды. Әйел адам қанша дегенмен әрдайым 18 жаста болады ғой. Жаңа айтпақшы, әке шешеміз кәрісше біледі дедіңіз, сонда ол қалай? Бірге өскен ба? Осы жақта туып өскеніміз. Әке шешеміз 41 году туу Кавказдан репрессия кезде сол жақта осы жаққа келіп, осы жақта неше де папам 12 жаста ма, солай сол кезде келген, содан кейін 85 жаста қайтыс болды. Осы ауылда? Осы ауылда. Бәріміз осы ауылда туып, не болды, қостық. Все нормально, все хорошо. Біз енді жеке YouTube канал ғой, басқа қандай айтарыңыз бар? Ауыл бірлігін айтсаңыз. Нормально, все хорошо. Барлығы осы жақта ма? Бәріміз осы жақта, көбісі көшіп кетті, сыртта. Қазір жұмыс жоқ қой ауылда оншама. Балдар бәрісі жастар сыртқа жұмысқа барады. Сол. Қайда көшіп кетті сонда? Түркияға. Түркияға. Везде живут, в Чимкенте, Таразе живут, в Туркестане, везде бәр жақта тұрады ғой. Ол кісілер сонда Түркияда жұмыс істей ма? Бірыңғайға көшіп кетті ма кәдімгідей? На постоянное жительство, иә. Кейбіреулер жұмыспен барады, кейбіреулер на постоянное жительство барып тұрады сол жақта. Ол кісілермен хабарласып тұрасыздар ма? Конечно, өзіміз барамыз, туысқандарымыз сол жақта, қонаққа барамыз жазда. Түркияға өзіңіз барып тұрасыз? Барып тұрамыз. Стамбулды көрдік. Мен Стамбулға бармағанмын. Стамбулды, Анталияны көрдік, Бурсаны көрдік. Жақсы. Апамыз мықты, ауылда магазинде тұрыпты. Балам ғой, баламмен бірге жұмыс істеп отырамыз. Жақсы. Апа, Европаны көріңіз, әлемді шарлаңыз. Рахмет. Сол жаққа уже қалмады, күш қалмады уже. Неге әлі? Білмей. Алла күш қуат берсін, әлі барасыз бұйырса. Иә. Құдайдың бұйырғаны болады. Все нормально. Ешқандай қысым жоқ? Жоқ. Барлығыңыз бірлікте? Бірлікте бәріміз. Бұрын жақсы еді, бақша егетін еді, мал бағатын. Қазір все городские стали. Ничего не хотят делать. Молодежь кетіп қалады. Кемпір шал қалады ауылда. Бірақ тек қана бізге жолдың әр бет дуроңғарға газ келіп отыр дейді, соған қысылып отырмыз. Бізге де келе ма жоқ па, соған не қылып отырмыз. Газ келсе мы тоже городские условия, ванна, туалет үйімізде бәрісі. Только көмір жағып отырмыз, сол жағы қиын.
сол бәрісі жақсы. Иә, жұмыс істейтін адам әр кезде соға ақшасы да болады, бәрісі де болады. жұмыс істемейтін адамға дым да жоқ. Сол. Жазда егіншілік жұмыстары. Ой, бірін егетін едік, бригадтарда 4 бақша егетін едік. Қазір үйдің қорасын екпей жатырмыз. Все крутые стали, молодежь не хочет. Біздерде енді күш жетпей жатыр, соны бақшаны егуге. Сол сыртта егетін едім бақша, қазір жоқ. Базарға апарып фрукт емес, картошка, сәбіз, жуа бәрісін сататын едік. Қазір дымда жоқ, бәрісін сатып аламыз, ана жақтан әкелеміз. Сол жағдайымыз. Жерде сор болды ғой, уже дұрыс шығып отыр, оншама өнім де шықпай жатыр жерден. Бірақ жерден уже сор шығып отыр, оншама ексенде оншама урожайыңыз бұрынғыдай ала алмайсың. Қазір мына жерде бір түрік этносты үй бар екен. Сол үйге шақырды бізді. Сол үйге барып сұхбаттасып сөйлесіп, мына жерде өте берейін. Сұхбаттасып сөйлесіп үйіне кішігірім кіріп шығамыз. Андай турецкий сериалдарда бүйтіп отырады ғой, әдемілеп. Тура сондайға келіп тұрмын. Отыра берейін ба? Отырыңыз, конечно. Тәте, енді сөздің төркінін тарихтан бастасақ, осы жерге Қазақстан еліне түрік этносы қалай келгені туралы ата-бабаларымыз жайлы айтсақ. Біздің түрік халқы, қазақ еліне осы жылы 80 жыл болды көшіп келгендеріне. Осы 80 жылдан бері Қазақстан халқында, Қазақстан жерінде өмір сүріп жатыр ата-бабаларымыздан бері. Сол бәрі жақсы. Ешқандай бөліп жару, ондай ештеңе жоқ. Бәріміз бір ауылдың, бір үйдің адамдары сияқты өмір сүріп жатырмыз ауылда. Енді басқа қандай тағы этностар тұрады бұл ауылда? Осы Третий интернационалда мен естідім, көп ұлтты, көп этносты ауыл деп. Біздің Третий интернационалында 13 ұлты бар, этнос өкілдері бар. Ең көп этнос өкілдерін атап айтсақ, түрік, сосын одан кейін кәріс халқы бар, әзербайжандар бар, украиндер бар, татарлар, өзбектер, тағы сол сияқты көп халықтар. 13 ұлт өкілдері осы ауылда бір үйдің баласындай өмір сүріп, ешқандай андай нелер жоқ. Ұрыс керіс деген, бөліп жару деген ондай ештеңе жоқ. Жаңағы 13 ұлт деп атсыз ғой енді. Барлығыңыз бір мейрамдарда, болмаса бір енді шағын ауыл болғаннан бас біріктіріп, той-томалақта бәріңіз қосылып тұрасыздар ма? Иә, әлбетте. Әсіресе мына алғыс айту күніне, 1 наурыз күніне бізде орталықтағы дом культуры дейміз ғой, сол жерде көбіне наурызда бізде киіз үйлер құрылады, соған біз өнер көрсетеді, әр халық өздерінің салт дәстүрін көрсетеді, көбінесе әр мысалы түрік халқындағы салт дәстүрді көрсетеді, сосын қазақ халқы өз салт дәстүрін көрсетеді, себебі бір-біріне әр ұлт өзінің дәстүрін көрсетіп білгізу үшін, білгізу мақсатында істелінеді. Той-томалақтарда да болады, бәрі жақсы. Және осылай салт дәстүрді көрсету арқылы біздің арамызды біріктіреді, жақындастырады. Мысалы, түрік халқының білмейтін салт дәстүрін біз басқа ұлттарға көрсету арқылы, бізде осындай дәстүр бар деген өзіміздің дәстүрімізді көрсету арқылы осындай орталықта киіз үйлердің былтырғы мысалы наурызда бізде болды. Енді осы жыл тағы да жоспарымызда бар шығар, ол сондай күшті нелер көрсеткен болатынбыз. Мысалы бізде келінді түсіргенде бет ашылған ол басқа көріністі. Соны біз басқа ауылдағы 13 ұлт бар ғой, сол 13 ұлтқа сол өзіміздің дәстүрімізді көрсеттік. Бәріне қызық, бәрі бірінші рет көріп атқаннан кейін қызық болып тамашалады сөйтіп. Тура сол сияқты біз қазақ халқының мысалы көреміз, тұсаукесері бар, сондай қызық нелерін, дәстүрлерін. Енді сол түрік салт дәстүрін ұстанасыздар ғой, иә, әлбетте. Арасында қазақи салт дәстүрлерді араластыратын жері бола ма? Мысалға тойда қалың мал, беташар деген бар ғой өзіміздің қазақи тойларда мысалы. Сіздерде қалай өтеді? Қалың мал деген бізде алынбайды, бізде ондай қалың мал жоқ, бірақ біз қазақ халқынан алған бір дәстүріміз, енді өзіміздің жанұямызда біз тұсау кескіземіз балаларға, сол дәстүрді ұстанамыз обязательно. Кішігірім той жайлы айтып берсеңіз, мысалға бала барады, келінге құда түседі, сол жайлы түсіндіріп жіберсеңіз, тойлар қалай? Бізде жалпы келінге құда түседі, келінді күйеуінің үйіне алып келгенше
күйеу жолдас келіннің үйіне бармайды, ол тойға да бармайды. Сосын алып келгеннен кейін өзінің тойында сөйтіп келін құда түскеннен кейін барып алып келеді. Ол кезде бізде құда түсерде әйел кісілер араласпайды. Еркектер барып, еркектер өздері құда түсіп, тәтті суларын ішіп келеді. Сөйтіп қалыңдықты алып келгеннен кейін, бет ашылғаннан кейін үлкен той жасалады. Осындай үйде отырып андай бір шай беретін еді ғой. Иә, сол шай, тәтті су, шәрбәт деп айтады, оны тәтті су, соны обязательно береді. Себебі өмір бойы, мысалы қазақ халқында бар ғой, күйеу бала 100 жылдық, құда 1000 жылдық дейді ғой. Бізде де сол тәтті су арқылы сол екі жақтың, ол жақ, қыз жақтың туысқандары өмір бойы тату тәтті өмір сүрсін деген мақсатта ішкізеді соны. Дұрыс. Тәте, енді барлығымыз бір шаңырақ астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Дегенмен бізге қызық, көрерменге қызық. Сіздер үйде қандай тілде сөйлесесіздер? Біз үйде түрік тілінде сөйлесеміз көбінесе, бірақ енді мысалы мен өзім алматылықпын. Алматыда туылғансыз? Алматыда туылғам, осы ауылға келін болып түстім. Енді біз сол Алматыда менің тұратын ауылым қазақ ауылы. Сол жерде, сол Алматыдағы төркінімде біз қазақшада сөйлей аламыз үйде. Әпкелеріміздің арасында өзіміз бүйтіп отырып қалсақ, қазақша сөйлеп те кете аламыз, кейде болады ондай. Бірақ осында көбінесе балаларда жанұямызда түрікше сөйлесеміз. Бірақ еркін қазақша сөйлей аламыз, қазақша оқыдық. Алматыдан осы ауылға келін болып түсіп келдіңіз. Бұл ауылда жақсы, қазақи ауыл, өте қазақ тілді жақсы сөйлейді. Жақсы меңгерген, иә. Бізде қаншама ауылдар бар ғой Қазақстанда. Неше түрлі, мысалы, анау север жақтарда бар, орысша сөйлейді бірыңғай. Мен мысалға көрермендерге көрсетейін деген, бізде 13 ұлт болса да, барлығы қазақша, міне 100% толықтай сөйлейтінін көрсеткім келеді өзім көрермендерге. Бұл біздің Қызылорда облысының және Қазақстанның бұл мақтанышы. Бұл қандай да барлық ұлттарды, этносты біріктіріп, бір шаңырақ астында кереметтей міне ойын-сауық, мысалға мейрамдарда өзіміздің салт дәстүрлерімізбен алмасамыз, бір-бірімізге көрсетеміз деп айтып жатыр мысалға. Бұл негізі шаттыққа толы, берекелі, жақсы нәрсе деп ойлаймын мен. Тәте, осы ауылда түрік ағайындарымыз бірге туып өскен, кейін Түркияға кетіп қалған кісілер болды ма? Және ол кісілер Қазақстан жайлы айтып тұрады ма жиі? Ондай көп кісілер көшіп кетті деп айта алмаймын, бірақ бар, ішінара бар. Қазақстан жайлы тек қана жақсы жылы лебіздерін айта алады. Себебі адам деген өзінің туған жерін, туған елін қандай әдемілік болса да ауыстыра алмайды ғой ештеңкеге. Қандай ауылда тұрсаң да, мысалы, басқа жерге барсаң, ауылыңды сағынып тұрасың. Ол ауыл болғаныңмен де, мен ойлаймын, туған жерге ештеңе жетпес деп. Ұлтымыз, мысалы, басқа ұлт болсақ та, Қазақстанда өмірге келгендіктен, мен мысалы Қазақстанда ауыстырмас едім, басқа маған айтса барып сол жерде тұр десе. Бірақ бар көбінесе барған ұлтта жанұялар, сол олардың да айтатыны Қазақстан жайлы тек қана жылы лебіздері. Ондай жаман, осы жер жақсы, ана жер жаман деген сөз әлі болған жоқ. Ол адамның өзіне байланысты ғой, жұмысына байланысты. Мысалы, кейбіреулер жұмыспен кетеді, кейбіреулер балалар оқумен кетеді. Мысалы, студенттер бар, балаларын жалғыз жібермейтін отбасылар болды, өздерінің балаларының болашағы үшін көшіп кеткендер көп. Бірақ жаман бетіп жақсы жылы лебізбен Қазақстанды естеріне алып отырады. Бұл жақта бұндай дәстүрде бар ғой, қыста соғым сою деген. Өздеріңіз қыста соғым соямыз, оны жаңағыдай жіліктеп, сосын тұздап, кейін сарайға іліп қойып, өзіміздің қазақи сондай дәстүр бар ғой. Қазы қарта енді барлығы жей бермейді. Мысалы, біздің ұлтта ондай, бізде жылқы малына аса құрметпен қарайтын түрік халқы сондай. Бірақ қазіргі таңда қазы жейтіндер де бар. Көп жанұя түрік халқында ондай қазы қарта жемейді, бірақ соғымды соямыз, етті сүрлейміз, жілікке бөлеміз, оның бәрі істелінеді. Тек қана осы қазы қартада бізде көбінесе біздің ата-бабаларымыз әлі сондай ұстаныммен келе жатырды. Ол кісілер әлі жылқының етін жемейді. Мысалға, сізде мынандай жағдай болса, сіз не етер едіңіз? Сіз ертең барлығымыз өмір ғой, қамшының сабындай өмір, барлығымыз қартаямыз. Кейін біздер қартайғаннан кейін, мысалға, бала шағаңыз, мен осылай Түркияға барайын, Түркияға көшіп, сол жақта өмір сүргім келеді десе, сіз не дер едіңіз? Арман қуып, егер бала шағам жұмыс тауып жатса, немесе оқығылары келіп жатса, мен әрине
балалардың болашағы үшін көшіп кетер едім, бірақ тағы да бала үшін ғой, ол баланың болашағы үшін. Егер осы Қазақстан елінде бала өзінің арманын таба алмаса, өзінің қалаған оқуын таба алмаса, міндетті түрде басқа жерден баланың ертеңгі күні өмірі, болашағы болу керек қой. Соның үшін баланы қолдаушы едім деп ойлаймын. Бірақ дұрыс, әрине өзіміздің қазақ бауырларымыз да бар. Мысалы Америкаға көшіп кеткендер, Кореяға көшіп кетіп, жан-жаққа Еуропаға көшіп кеткен. Енді бізге көрерменге қызық сұрақ қой. Сол үшін ешқандай артық ойым жоқ. Қалай болады екен дегендей сұрақ қойып жатқан ниетім бар енді. Сізге есіміңіз кім дедіңіз? Гүлнар. Гүлнар ханым, сізге көп рахмет осындай әдемі сұхбат бергеніңізге. Бұл кісі негізі мектепте мұғалім болып жұмыс істейсіз. Иә, мұғаліммін. Біздер аяқ астынан келіп қалдық, аяқ астынан сұхбат алып жатырмыз да. Бұл кісіге көп рахмет. Азғантай уақытын болса да бізге бөліп осындай интервью беріп жатқанына. Гүлнар ханым, сізге өміріңізге жақсы берекелі табыстар тілейміз. Бала шағаңыздың рахатын көріңіз. Өміріңіз мәнді де сәнді болсын. Рахмет. Бисмиллах. Қазір Карс этносына баруымыз керек. Бізге шай ішіңдер деп отыр. Ар жақта да шамалы уақытты қыздау. Біз қазақтың салт дәстүрі деп нанал істеп кетейік деп көңілдерін қалдырмай. Бұл не? Брынза. Май? Брынза. Ірімшік, біздің неміз сыр сияқты, ірімшік чечилбейнер деп айтады. Дәмін көру керек. Чечилге ұқсайтын сияқты. Чечил ма? Бірақ қолдан жасалған. Бұған енді қазір квас керек болды ғой десе. Сонда сіздер қолдан жасайсыздар ма? Иә, қолдан жасайды. Кәм, иә? Біз магазиннен сатып алып әуре болып жүрік бұл бұны. Чечил. Күштігін. 1916 жылы дүниеге келіп, осы третий интернат. Ё-маю. Нағарсай. Өстім бәрінде қар шашып кеткенше. Мәссә. Өзге ғой, өкілдерді істеген. Бізді ше, что-то жатырқап жатыр деп айтқым келген, бірақ айтқым келмейді. Уалейкум ассалам. Түсіріп жатсыңдар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулығыңыз қалай? Сізбен бір сөйлесіп, сұхбат алсақ бола ма? Не сөйлесің? Осы ауыл тіршілігі жайлы. Жоқ, онша көп айта алмаймын. Сосын маған ертең. Кім не ертең? Бірдеңе дей ма не? Иә, солай да шығады. Неге біз ашық аспан астында өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Тәуелсіз мемлекетпіз. 30 жылдан асты уже. Ол да дұрыс. Иә, кім? Қандай қиыншылық бар сізде? Қиыншылық не болады? Қалай өмір сүріп жатқаныңыз данный момент қазіргі таңда немен айналысасыз? Мен бастық емеспін ғой, мен бірер техника керек, не керек ауылға мысалы. Мен бастық емеспін, я президент емеспін. Жоқ, мәселе ода емес. Сіз өзіңіз қазіргі таңда Техника керек ауылға, комбайн, главный комбайн керек, подбор, сондай керек ауылға. Жоқ, одан бөлек енді мен оны шешпеймін. Мен өзім жеке YouTube каналым бар. Осы сіздердің тұрғындардың қалай өмірі қалай өтіп жатыр, немен айналысасыз, соны сұрайын деген. Малмен айналысамыз. Соны айтсайшы, мен техникаға шаруам жоқ. Малмен айналысамыз. Осы ауылдың тұрғынысыз ғой. Иә. Бала шағаңыз бар. Бар. Қай жылы көшіп келдіңіз или осы жерде туылдыңыз ба? Мен осы жерде туылдық қой. Әйеліңіз қазақ? Жоқ, түрк. Ауылдан былай қарай шығып, басқа мемлекеттерді көріп, Түркияға барып көргенсіз ба өзіңіз? Мен барған жоқпын. Әйелім барып келді, мен барған. Түркияға барып келді, иә? Бірақ барғыңыз келеді. Не істеймін мен ол жақта? Иә. Барғанмен бәрі не істеймін мен? Барсаң да мысалы бір туысқаныңға барасың ғой, басқа не істеймін? Иә. Дұрыс. Бәрібір осы қызықтың бәрі ауылда ғой бірақ, иә? Иә. Иә. Шынымды айтамын, мен мынарадан білмеймін, басқа жерге барғым да келмейді. Қазақты басқа мемлекетке айырбастағыңыз келе ма, келмей ма? Келмейді. Қазақстанды? Келмейді. Айырбастағыңыз келмейді. Жүрегіңіз кім деп соғады? Жүрегіңіз кім деп соғады? Мен қазақтардың ішінде тұрғасын, мен де қазақ сияқтамын ғой. Иә. Жақсы. Шынымды айту керек қой. Иә. Соғыс ашпай жатыр әйтеуір. Иә. Тыныш дейсіз ғой. Иә. Сол, главный сол ғой. Басқа? Айта беріңіз аға, ертең сөйлей беріңіз, не керек, не айтқыңыз келеді, айта беріңіз. Болды енді. Не айтам басқа? Болды. Жаңа өтіп баратсақ, бізге бірдеңе айтқыңыз келіп, бүйтіп қаратып.
сосын эми не түшүрүп жатыр дедим. Миллионда. Жақсы, рахмет. Аха. Қазір біз орталықта тұрып, көшеден жаймен, осы жер нағыз центр, бұл жерден адам көп өту керек. Енді этносты адамдар, әртүрлі этносты адамдар өтетін болса, қазір осы жерден тоқтатып алып, бір-екі сауалнамамыз бар. Ар жақтан тұрш, ар жақтан бір кісі келе жатыр. Сол кісіні ар жақтан да келе жатыр қазір. Саламатсыз ба, тәте? Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай, амансыздар ма? Сіз осы ауылда тұрасыз ба? Иә. Мен просто осы жерден көшеден кез келген адамдар тоқтатып сұрақ сауалнамам бар енді. Қазір бір анда екінші петличканы тағып жіберейін мен. Енді ата бабаларымыз Дальний Востоктан келген, Уссурийсктан. Біздің атамыз кішкентай кезімізден сол депортация жасады. Вагонға мінгізіп адамдар қай жаққа баратынды білген жоқ. Сол жолда көп қиыншылықтарды көрді. Қаншама адамдар о дүние болды. Сол аман есен осы сыр еліне келді. Осы Қашқан су ауылына келіп, біздің Сайынхак деген атамыз сол осы ауылды басқарды. Сіздің атаңыз, получается, андай кәрістердің этносын басқарған ғой, Иә, ол Уссурийскте де председатель болған ғой. Утренняя заря деген ауылдың. Енді сол келіп, сол күріш егіп, қазақтар қарсы алды. Осы жақта 4-5 землянка болған екен. Біздің атамыздың айтуы бойынша солай есімізде қалды, кішкентайымыздан айтып жүрді. Күріш өзімен бірге Дальний Востоктан қаппен күріш алып келген ғой. Сол жолда сол күрішті таусылмай ал келіп, сол тұқымы деп, сол күрішті егіп, осылай осылай қалай айтады? Өзі кәріс ағайындарымыз күріштің өзі жақсы несін біледі ғой. Осы жаққа да алып келіп, күрішті қалай егу керек, қалай өңдеу керек, соның барлығын ары қарай алып кетті дейсіз ғой. Жақсы. Өзіңіз қазір қандай кәсіппен не жұмыс істейсіз? Өзім мұғаліммін. Осы 108-ші мектепте физика және математика пәндерінен сабақ беремін. Нешінші класстарға бересіз? Жоғары класстар. Жоғары класстар. Жақсы. Енді дегенмен бір шаңырақ астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Көрермендерге, біздерге қызық. Үйде қандай тілде сөйлесесіздер, ауылда қандай тілде сөйлесесіздер дегендей. Енді үйде көбімізде орысша сөйлейміз. Уже қазір жаймендеп, біздің өзіміздің ана тіліміз потихоньку забывается, ұмытылып баратыр. Бірақ оны да бүйтіп бір минус деп санап жатырмын. Ол тілді ұмытпауымыз керекпіз, ары қарай жалғастыру керекпіз. Бірақ мен кәрісше түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Ал менің анам, ол сөйлесе түсінеді. Ал біздің балдарымыз уже потихоньку ұмытып бара жатыр, соны. Былайынша жұмыста 3 тілде сөйлей береміз. Қай тілде сұрақ бізге қойса, сол тілде біз жауап береміз. Қазақша сұрақ қойса, қазақша жауап береміз. Түрікше сұрақ қойса, түрікше жауап береміз. Өзіңіз бала шағаңыз нешеу? 2 қызым бар. Үлкені 7-ші сыныпта оқиды, кішісі 1-ші сыныпта. Сол кіші қызым қазақ тілін меңгерсін деп балабақшаға да, сосын мектеп алды даярлық топқа да қазақ сыныбына бердік. Қазақ сыныбына, өте керемет. Өйткені ары қарай қазақ тілін меңгеріп, оңай болсын деп, сондай. Нағыз еңбектің, маңдай тері еңбектің барлығы сіздердікі ғой негізі. Таза егіншілік, қолмен егіп, оны қолмен алып. Қазіргі жастарымыз сондай емес. Қазір тем более қазір заман дамыған ғой, техника бар. Бәрісі бар. Кір жуатын машинасы бар, автоматы бәрісі. Біз сияқта далада үйде не қылмайды, далада жуатын едік қыста кірді. Аман болсындар тағы да жастар. Енді бұлар болмағасын бізге не бол? Күн жоқ қой бізде. Бұлардың арқасымен бізде не қылып отырмыз? Магазин өзіңіздікі ма, жеке? Өзіміздікі. Біраздан бері ашып тұр ма? Магазин 13 жыл болады осы жазда. Майы 13 жыл болады. Есіміңіз кім дедіңіз? Анифа. Мен есімім Ханафия. Бұл ауылда қандай ұлттар тұрады? Корейцы, русские есть, аз корейцев тоже много было, бәрісі уже разъехались, ешкім қалмады. Бір 15 семья қалды ма, білмеймін даже. Казахи и турки, все. Қырғыз бар деп естідім. Қырғыздар бар, 4-5 семья бар. Сол. Ол кісілер қалай келген бұл жаққа? Олар анау мәдениет па білмеймін, бір жақтан бір ауылдан келіп отыр ана жақта. Жоқ, тарихы.
білмеймін оны. История. Не знаю, не могу сказать. Өзімдігін білемін дейсіз ғой? Иә. Өз тарихымды білемін дегендей. Иә. Сол 1944 жылдары репрессияда қиындық болған ғой. Иә да, иә, вагонмен келді ғой біздің жұрт. Ту вагонға мал сияқты вагонның ішінде жолда адамдар өліп отыр, соны далаға тастап жатыр. Көмір жоқ, дым да жоқ, тамақ жоқ, дым жоқ, әйтеуір Өлген адамдар вагоннан лақтырып кете берген дейді. вагоннан жерге лақтырып отыр. Қиын әйтеуір во время войны. Грузиядан иә, осы жаққа келіп тұр. Ол жерде негізі бірақ түріктер тұрған. Иә, на Кавказе жили біздің бәріміз неленіп сол жақта тұрған. Жақсы, тәте сізге Ханиф дедіңіз? Анифа. Анифа. Там написано. Каспий болды осы нөмірде. Естідім да, мен өзім Қызылорда қаласынан көп осындай көп этносты ауылды түсіргім келді деп өзіме ой келді. Сонымен Третий интернационал деген ауылды білемін, осы ауылды. Сосын көп этностар, ұлттар тұратын білемін. Сосын осы жаққа келіп сөйлесейінші, ауыл өмірі қалай өмір сүріп жатыр, қазіргі таңда не істейді, немен айналысады дегендей. Мал мен бақша еді, бақшаны қойды, енді мал бағып отыр, жұрттың көбісі жылқы бағып отыр. Сонымен тұрамыз әйтеуір. Пенсия, жұмыс істеп отыр, кішкене больница бар, ана жақта школа, садик. Неше ұл қызыңыз бар? 2 ұл, 1 қызым. Қазір ол кісілер осы жақта, иә? Жоқ. Үлкен ұл Байконурда замдиректора школада жұмыс істеп отыр. Қызым Түркияда, кішкентай ұлмен ауылдамыз, үшеуміз. 6 немерем бар. Жақсы, ой, керемет қой. Сол. Мейлі, жақсы, рахмет онда. Аха. Құрметті көрермен, осымен видео соңына жетті. Егер сіздің де ауылыңызда түрік, неміс, кәріс, ұйғыр, грузин секілді көп ұлтты халық орналасқан болса, нақты ауылыңызды, мекен жайыңызды комментарийге жаза кетіңіз. Әрбір комментті оқитын боламын, және сіздің қалдырған пікіріңіз мен үшін маңызды. Сіздермен болған мен Мұхаммед Ханафия. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.